Мен сіздермен күшті бір темада сөйлескім келеді. Бұл тема өзіңе өзің сену, яғни өз-өзіңе сену. Именно сол тема туралы сөйлескім келеді сіздермен. Одан алдын айтып өтейін, мен қазіргі кезде онлайн жұмыспен айналысамын. Үйде отырып, яғни табыс табамын. Егер сіздерге де қызық болса, міндетті түрде табыс деп комментарийма жазып кетіңіздер. Ал енді біз шетелде тұрғанның артықшылығы туралы да бір жағынан айтқым келіп тұр. Өйткені ол мысалы Кореяда тұрасыз ба, Европада тұрасыз ба, Түркияда тұрасыз ба, Америкада тұрасыз ба, әйтеуір қай елде тұрасыз ба, өз еліңізде тұрмайсыз, бірақ басқа елде тұрудың да керемет бір пайдасы бар екен да. Көп адам негізі сол нәрсеге қол жеткізе алмайды, бірақ соны шетелде тұрған адамдар көп нәрсе үйренеді, көп нәрсеге уже басы жететін болады ғой. Өйткені қазіргі кезде мен көптеген адамдармен сөйлесемін ғой, енді өзімнің онлайн жұмысымға байланысты. Европада тұратын басқа елде, яғни басқа елдерде тұратын қыздар, әйелдер, не только қыздар, әйелдер, қазір еркектердің өзінде сені өзіне өз-өзіне шешім қабылдау деген жоқ қой. Ол бір тұлға, бір адам, ол өзінің қалауы жоқ. Міндетті түрде басқаның қалауымен де ақылдасып көру керек. Ол өзі қалап тұр, бірақ басқа адам жоқ десе, онда ол өзінің қалауы автоматически жоқ болып кетеді да. Ол оның сөзімен жоқ деп айтады. Сонда өзіңіз қараңызшы, сонда адамдар өз-өзіне сенімділік деген мүлдем жоқ. Негізі ол адам оған кінәлі емес. Неге? Өйткені біз басында кішкентай кезімізден бастап біздің барлық проблемаларымызға, біздің барлық шаруаларымызға, яғни киімімізге де, тамағымызға да, барлығымызға біздің әке-шешеміз араласып отырған. Яғни бізге 100% таңдау құқығын ешқашан бермеген. Сондықтан негізі оған да ренжудің қажеті жоқ. Біздің тәрбиеміз сондай болған. Біз өзіміздің қалауымызды ешқашан алмағанбыз, кимегенбіз, бармағанбыз деген сияқты. Сондықтан бұған да ренжудің керегі жоқ, бірақ именно сол нәрсені үйренген адам өмірде міндетті түрде ұтады. Міндетті түрде көп нәрсеге қол жеткізеді. Өйткені именно өзіне сеніп шешім қабылдаған адамдармен өзіне шешім қабылдай алмаған адамдарды салыстырғанда өте үлкен разница бар. Мен байқап жүрмін, әрине. Неге шетелде тұрған қыздарымыздың артықшылығы біздің әшейін өзіміздің елімізде тұрған қыздарға қарағанда не үшін артық? Өйткені өзі шешім қабылдай алады барлығына. Өйткені оның әкесі жоқ, шешесі жоқ, бауыры жоқ, туысқаны жоқ, достары жоқ, ешкім жоқ, ол жалғыз. Ол жалғыздықты да бұл жерде көреді, қаласы жылайды, қаласы күледі. Барлық қиыншылықты жалғыз өзі мына желкесінде көтереді. Яғни ол ешкіммен ақылдаса алмайды, ешкімнен көмек сұра алмайды. Өйткені ол таңдауды өзі жасады. Ол таңдауды, осы елде тұруды, мысалы басқа елге кетуді ол өзі таңдады. Сондықтан да ол басқа біреуге өзінің проблемасын айта алмайды, потому что ол өзі таңдады. Түсініп тұрсыз ба? Егер ол қайт десе де, ол қыз қайтпайды. Өйткені бұл елде рахат өмір сүру, әрине қиыншылығы да көп. Қиыншылығы да өте көп, бірақ бәрібір де ол өз еліне қарағанда күшті өмір сүріп жатыр да. Сондықтан да бірақ кейін ойлайды, ол шешімді өзім қабылдауым керек. Өйткені сіздің еліңіздегі, сіз өмір сүріп жатқан елдегі шешімді сіз әке-шешеңізбен, бауырларыңызбен ақылдаса алмайсыз. Өйткені оған сіздің басыңыз жетеді, олар не айтады сізге? Сондықтан именно сол нәрсені шетелде тұрған адамдар, қыздарымыз қаласын қаламасын үйренеді ғой. Өз-өзіне, яғни өз-өзіне сеніп үйренеді. Сондықтан шетелде тұрғанның бір пайдасы бұл өз-өзіңе сену. Негізі мен өзім көп байқаймын да қазір. Мысалы Қазақстанның адамдарына звондап, енді бауырлары бар, әке-шешесі, туысқан бәрі бар ғой, күйеуі бар дейтін. Бір нәрсені айтқан кезде ол өзі қалап тұр, ол өзі тұлға, бір адам қалап тұр, бірақ ол ой, тоқтай тұрыңыз, мен біреумен ақылдасып алайын, күйеуіммен сөйлесейін, бауырыммен сөйлесейін, енеммен сөйлесейін, олармен ақылдасайын деп айтады да. Сонда оның өзінің қалауы жоқ. Яғни ол адам өзінің қалауын өлтіріп тастаған, все. Егер ол жоқ болмайды десе, сонда бұл ой, кешіріңіз, болмайды деп айтып жатыр дейді да. Яғни ол еш нәрсені өзі шешім қабылдай алмайды. Бірақ даже не только жастар, қазір даже үлкен адамдардың өзіне хабарласаң, мысалы 60-тан 50-ден асып кеткен хабарласаң, қызыммен ақылдасайын,
немесе немереммен ақылдасайын, біреумен ақылдасайын дейді. Оның да өзінің әлі де жас үлкен болса да, оның да әлі де қалауы жоқ. Міндетті түрде біреудің қалауымен өмір сүреді деген сөз. Түсінесіз ба? Ол негізі өте қиын. Бірақ шешім қабылдағанмен, яғни өзі шешім қабылдай алмайтын адаммен, өмірімен шешім қабылдай алатын өмірін салыстырғанда екеуінің арасы өте үлкен, достар. Даже жағдайының өзінде де. Не только оның просто так былай сөйлегені несі, оның даже кәдімгі состояниесі, жағдайының өзінде өте үлкен айырмашылық бар. Міндетті түрде өз-өзіңіздеріңізге сеніп үйреніңіздер. Өз проблемаларыңызды өзіңіз шешіп үйреніңіз. 18-20-дан астыңыз ба, болды. Дальше өзіңіз қателессеңіз де, хотя ешкімді кінәлі етпейсіздер. Қазір мысалы көбінесе бар, менің әкем кінәлі, мамам кінәлі, осы менің осындай жағдайыма демеу үшін барынша балдарымызға да өзінің шешім қабылдауына үйретуіміз керек. Барынша, енді мысалы мен осы жағдайдан өттім, осындай болған негізі дұрыс емес сияқты деп үйрету керек, бірақ міндетті түрде дұрыс емес, сен осыны істе деп айтпаған дұрыс. Өз-өзіңізге сеніп үйреніңіз. Өйткені сенің әкең, шешең де, бауырларың, сенің күйеуің де даже сенің бақытты болуыңа, сенің өміріңді олар құрып бере алмайды. Бұлай айтуы мүмкін, бірақ сенің бақытты боласың ба, сен ол нәрсе үшін бақытты болмайсың ба, оны нәрсені сіз ғана шеше аласыз. Өйткені бұл дүние сіздікі ғана болған екен, сіз ғана шеше аласыз. Даже мен бұрында ойлайтынмын, мен ақша көп тапсам, мен бақытты боламын деп. Білесіздер ме? Қуанам, бақытты болам, менен бақытты адам болмайды деп. Негізі олай емес. Ақша көп болса да, сен бақытты бола алмайсың. Мүмкін мен басқа нәрсеге бақытты болам. Барлық адам негізі өзінің проблемасына, өзінің қалауына өзі шешіп үйрену керек. Өз-өзіне сенім болу деген, мысалы, жылағыңыз келсе жылаңыз, күлгіңіз келсе күліңіз, не істегіңіз келсе бәрін істеңіз. Ұйықтағыңыз келсе ұйықтаңыз, бірақ ешқашан тоқтамаңыз. Тіл үйреніңіз, өзіңіздің қалауыңыз қандай тіл, сол тілді үйреніңіз. Не қалайсыз, биге барыңыз келіп жүр ме, міндетті түрде биге барыңыз. Өйткені бұл өмір кішкентай, қысқа өмірде не қалағанда соны істегенде ғана адам бақытты болады. Қалған уақытта сіз миллиондаған ақша тапсаңыз да, бірақ өз қалауыңыз болмаса, онда сіз бақытты бола алмайсыз. Өз-өзіңе сенген кезде ғана ақша келеді, жолың ашылады, мүмкіндіктер туады, өз орныңды табасың. Яғни ешкімге тәуелді болмайсың. Әр адамға керек нәрсе сол ғана. Яғни өз-өзіңе сенсең, міндетті түрде бүкіл қалағандарыңның барлығы орындалады.